Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте әдемі көрінетін бір цифрлы қызыл барқыт тортын жасап, бірге әсемдейтін боламыз. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге айранға жарты ас қасық ас содасын қосып, араластырып қойып қоямыз. Жұмыртқамызға қант саламыз, бәрін жақсылап көпіргенше араластырамыз. Сұйық май саламыз, және де жаңа өзіміз дайындаған айранымызды қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Үстіне бір тамшы, яғни табиғи краситель қосып, бәрін араластырамыз. Және де құрғақ қоспа бізде ұн, қамыр қопсытқыш және де какао ұнтағы. Бәрін жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз осындай не қою, не сұйық емес, орташа болады масса. Енді осы массамызды арнайы қалташаға құйып аламыз. Енді бізде бір деген осындай трафарет болады. Бұл кондитерлік дүкендерден алсаңыздар болады, немесе қағаздан сызып алсаңыздар да болады. Үстіне қойып сызудың қажеті жоқ. Осылай пергамент қағазын астына қойып, үстіне бірден бастырып, қамырыңызды толық құйып шығасыздар. Бір тегіс етіп. Дәл солай келесі пергамент қағазының үстіне қойып, дәл осындай 4 корж жасап пісіріп аламыз. Қалған қамырымызды дәл осылай домалақ етіп пирожный жасасақ та болады, немесе бетін әсемдеуге әдемі қылып пісіріп алсаңыздар да болады. Крем менде творожный сыр, сливки және де маскарпоне және қант ұнтағы дәл осылай бірден 4 бөлікке бөліп теңдей етіп алдыңға дайындап алыңыздар. Сол кезде креміміз жетпей қалмай, бәріне бірдей әдемі болып шығады. Міне енді кремімізді жағамыз. Әр бөлікті қойғаннан кейін осылай шарик етіп арасын креммен толық жағып шығамыз. Шариктарымыз біркелкі әдемі болу керек. Ең соңында соңғы бөлігінде шариктарымызды домалақтатып, толық бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Бағана пісіріп алған пирожныйымызды арасын осылай креммен екінші бөлігін жауып дайындап аламыз. Бетін әсемдейміз. Мастикадан жасалған кез келген фигуркаға осылай аты жөнін жазып аламыз. Бетіне мен безе қойдым, және де балғын жеміс жидек менде құлпынай болды. Және де вафельный қағаздан жасалған роза гүлдерін қойдым. Енді әсемдеу өз еріктеріңізде, қалай әсемдесеңіздер де, яғни сыртын кез келген өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ең соңында посыпкаларды бетіне сеуіп шықтым. Міне біздің осымен өте әдемі көрінетін қызыл барқыт цифрлы тортымыз дайын болды. Бұл цифрлы, яғни кез келген цифрды дәл осылай пісірсеңіздер болады. Ұнаса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар, қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.